төбелеспейсіңдер ме? Жоқ, мынау қызығырақ сияқты. Мынаған қараңдаршы. Матадор бұқа таңдауға келді десек, мынау қайдағы гүлді қорғап әлек. Тоқтат, Валиенте! Тоқтатып көр. Шайқас, 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 шайқас. Мен сенімен төбелеспеймін, Валиенте. О, гүл бұқамыз қорқат. Қорқпаймын. Онда шайқас. Бұқалардың бәрі сөйтеді. Қаласан маған тиісе бер, бірақ гүлге тиіспеші. Сонда өзің таяқ жеп тұрасың ба? Не? Оның не қызығы бар? Өзің біл. Гүліңе жабысып отыр онда. Әне, үлкендер келді. Сәттілік тіле, балам. Сәттілік, әке. Аяма, әке! Кеттік, мына жерден қарай. Столдан былай тұр. Алға бұқалар! Әне, Матадор, ол таңдап тұр. Ішім ауырып жатыр. Қазір құсатын сияқты. Келесі де жеңесіз, әке. Ауызыңды жап. Неменеге қарайсың? Фердинанд. Осындасың ба? Мен таңдады, түсінесің бе? Әкең алаңдағы даң күшін шайқасады. Міндетті түрде кету керек пе? Иә, әрине, кетуім керек. Қой, Ферд. Бұл әрбір бұқаның арман емес пе? Мүмкін. Ал менің арманым болмаса ше? Енді, Ферд, сен әлі баласың. Өскенде, армандарың да бәрі де өзгереді. Бір нәрсеге көзім анық жетеді. Сен менен де үлкен, менен де мықты боласың. Сөзмесе. Рас па? Шын айтам, иә, көресің әлі. Алаңға барасың да чемпион атанасың. Шайқаспай-ақ чемпион бола алам ба? О, Фердинанд. Әлемнің сондай болғанын қалар ем. Рас айтам. Бірақ бұл мүмкін емес балам. Түсінесің бе?